Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 21 бөлім. Ас көк. Ас көк апиаций отбасының кориандр түрінің жылдық шөбі. Кориандр пісіруге арналған дәмдеуіш ретінде қолданылады. Әдетте жасыл деп аталатын көкөністер, тұқымдар және парфюмерия, косметика, сабынды жасауда жағымды хош иіс береді. Дәрілік бөлігі және оны жинау өсімдігі және тұқымы дәрі. Ас көкті күзде жинап алып, көлеңкеде көктей кептіреді. Тұқымын күзде піскенде жинап алып кептіреді, тамыры да дәріге істетіледі. Ас көктің қасиеті: көк өсімі және тамыры ащы дәмді, жылы райлы, усыз. Суықты шығарып қуатты арттырады. Терлетіп қызылшаны сыртқа шығарады. Тамақ сіңіреді. Ас көк тұқымы аштылау, қышқыл дәмді, жағымды райлы, усыз. Тәбетті арттырып, тамақ ішкізу рөлі бар. Одан жасалынған дәрі-дәрмектер медицинада қан қысымын төмендетуге, қан тамырларын кеңейтуге, несеп, өт жүргізу, қақырық түсу үшін қолданылады. Қызылша сыртына шықпағанда, қанды ірің аралас іш өтуге, жылан шаққанда, көтен ішек айналғанда қолданылады. Ас көктің басты ем болатын аурулары мен әзірленуі: қызылша сыртқа шықпағанда, ас көктен 90 грамм алып, ұсақ турап, 2 үлес арақ қосып қайнатып, қайнатпасын мақтамен денеге сүртеді. Бірақ есте болатын бір жайт: бұл тұнбаны бет, ауыз, мұрын және де көзге жағуға болмайды. Ас көк тамыры 7 тал, басқа жапырақ 6 грамм, қамыс тамыры 9 граммды суға қайнатып ішкізеді. Қанды ірің аралас іш өтуге жаңа ас көктен 120 граммын суға қайнатып, суығанда 1 шыны айран қосып ішеді. Жылан шаққанда ас көк жапырағынан аз мөлшерде алып жаншып, жараның аузына тартады. Көтеншек айналғанда кептірілген ас көктен 1 үлес алып түтінімен ыстайды. Дайындау мөлшері: қайнатып ішуге жас ас көк 30-60 грамм. Құрамында витамин С, деканал, нунанал, риналдол бар. Осы видеодағы ас көк туралы ақпарат ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.